Жаңа жылға оливьеден бөлек осындай жүзімді салат дайындаңыздар. Барлығының грамдары осы жерде көрсетілген, қандай қажет заттар бар. Дәл осы заттарды турап, үккіштен өткізіп, және қайнатып, жүзімді аласыздар да осылай екіге бөлесіздер. Дәнегі жоқ жүзім қолдансаңыздар да болады. Бөлек ыдысқа осындай тауық етін, жұмыртқаны және де үккіштен өткізілген сырды саласыздар да, қаймақ немесе майонез. Диетада болсаңыздар қаймақ немесе мен сияқты майонез қолданып араластырасыздар. Үстіне тұз салуды ұмытып кетпеңіздер, және де консервідегі кукуруз қосуды да ұмытпаңыздар, достар. Достар, менің арнамда жаңа жылдық тағы рецептер шығады, соны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Және де осы дайын болған салатты ыдысқа жүзім пішіндес етіп саласыздар, көріп тұрғандарыңыздай. Кейін үстіне жаңағы бөлінген жартылай жүзімді қойып шығасыздар, видеода көрсетілгендей. Және де қыздар, бұл жерде менде кішкене дәнегі бар жүзім болды. Сіздер кәдімгі кишмиш, дәнегі жоқ жүзім қолдансаңыздар болады. Дәмі өте ерекше шықты, қыздар. Үнемі оливье дайындай бергеннен көрі осыны да жасап көріңіздер. Дәмі ерекше шығады. Сіздер жүзімнен деп таң қалып қалмаңыздар. Маған өзіме қатты ұнағаннан кейін шығарып отырмын. Және де қыздар, менің осы видеомнан лайк қойып, және де тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Мен сіздерді арнамда күтетін боламын. Міндетті түрде осы салатты жаңа жылға дайындаңыздар.